Народное радиода Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 15 шілдеге арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар жинақы болып, жұмысты алға қоймасаңыздар, қаржылық мәселелерден құтыла алмайсыздар. Торпақтар басыңыз бос болса, еш нәрсені сылтауратпай отбасын құратын уақыт жетті, дейді жұлдыздар. Егіздер құжаттармен жұмыс жасағанда аса мұқият болыңыздар, қателесіп қалу қауіптеріңіз жоғары. Шаяндар, жұмыс, тағы да жұмыс, үйде айғарап жататын уақыт емес, әрекет түбі берекет болмақ. Арыстандар, жаңа жұмыс жайлы көптен ойланып жүрсеңіздер, жақында ұсыныстар түсе бастайды, алайда шешім шығаруға асықпаңыздар. Бикештер, көптен күткен жауап келіп, көңілдеріңіз көтеріледі, барлық қорқыныштар артта қалады. Таразылар, тек жақсы ой ойлап жүріңіздер, себебі бұл күні сіздердің ойларыңыз өмірге тез енеді. Саршаяндар, ешкімнен қарыз сұрамаңыздар және ешкімге қарыз бермеңіздер, барлық қаржылық мәселелеріңіз оңай шешіледі. Мергендер, сіздерге ренжіп жүрген жандар бар, өз қателіктеріңізді мойындап кешірім сұрағандарыңыз дұрыс болады. Тауешкілер, барлық маңызды істеріңізді күннің бірінші жартысында қолға алыңыздар, ал күннің екінші жартысын тек өздеріңізге арнағандарыңыз абзал. Су құйғыштар, мазаңызды алып жүрген мәселелер сіз күткеннен оңай және тез шешіледі. Жаңа жұмыс орнына ауысу жайлы ойламағандарыңыз дұрыс. Балықтар, бұл күні қанша ашу қысып тұрса да ешкіммен ұрыспаңыздар, бірақ өз пікірлеріңізден де тайынбаңыздар. Сабырмен барлық мәселені шешуге болады. 15 шілдеге арналған жұлдыз жорамалы осындай, жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жұлдыз жорамал.